Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгін біз аптадағы айшықты оқиғаларды көрермен назарына ұсынбақпыз. Бағдарламаның бұл санында Мәсімовтің құпия қылмыстық ісі, мемлекет басшысының Қытайға сапары, депутат Дайрабаевтың даулы оқиғасы, қаңтар оқиғасына қатысқан 25 азаматтың тағдыры туралы сөз болмақ. Ендеше бастайық. Кәрім Мәсімовке қатысты қылмыстық іс бойынша деректер жарияланбайды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Марат Қалқабаевтың айтуынша, бұл істің деректері өте құпия санатына жатады екен. Іс бойынша толық ақпарат берілмейтінін айтқан Қалқабаев, мемлекеттік құпияны жария етпеу туралы заң бар екенін атап өтті. Демек, елге опасыздық жасап, таққа таласқан Мәсімов жайлы сан түрлі құпия айтылмайды. Жабулы қазан жабулы күйінде қала бермек. Еске салсақ, 2022 жылдың 6 қаңтар күні Ұлттық қауіпсіздік комитеті Кәрім Мәсімовке мемлекетке сатқындық жасады деген айып тағылды. Кейін Астана қалалық сотының шешімі бойынша Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы 18 жылға бас бостандығынан айырылды. Қаңтар оқиғасы демекші, Алматыда қаңтар көтерілісіне қатысқан 25 адамға сот үкімі шықты. Судья бәріне шартты жаза тағайындаған. Сотталғандардың арасындағы бір азамат қаңтарда қаза тапқаны белгілі. Осылайша әруағда ақталмаған азамат айып арқалағандар тізімінде кете барды. Сот отырысына қатысқан қоғам қайраткері Рысбек Сәрсенбайұлы қаңтар құрбаны Думан Қанатбектің әкесіне көңіл айтып демеу болды. Жарты жылға созылған сот отырысы Алматыдағы номері 2 Бостандық аудандық сотының залында өткен. 25 азаматқа жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды, қару-жарақ ұрлады, ғимараттарға шабуыл жасады деген айып тағылған. Адвокат Айнара Айдарханның айтуынша, қамауда болғандардың барлығы пробациялық бақылауда болады. 70 жасқа толған мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев туған күнде Қытайға мемлекеттік сапармен барып 47 құжатқа қол қойды. Қытайдың ірі компания өкілдерімен кездесу өткізіп, Сиань қаласында Қазақстанның бас консулдығының ашылу салтанатына қатысып қайтты. Тоқаевтың бұл сапар Қазақ-Қытай ықпалдастығының 30 жылдық алтын дәуірін бастады деп айтуында қандай сыр бар дейсіздер ғой? Тарқатып айтайық. Қазақстан Қытай инвестициялық дөңгелек үстелінде сөз сөйлеген мемлекет басшысы Қазақстан мен Қытайдың сауда-экономикалық қатынасы қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Өткен жылдың қорытындысы бойынша екі жақты сауда-саттық көлемі рекордтық көрсеткішке, атап айтар болсақ 31 миллиард долларға жеткен. Қытай Қазақстан экономикасына 23 миллиард доллардан қаржы құйған. Осылайша Тоқаев Қытайға сапар аясында құны 22 миллиард доллар болатын 47 құжатқа қол қойылды. Қазақстанда қоғам белсенділері Қытаймен визасыз режимге қарсымыз деп ұрандатып жүргенде, мемлекет басшысы Қазақстан Қытай туристері үшін 30 күнге дейін визасыз жүру туралы үкімет аралық келісімге қол қойылғанын қадап айтты. Ол аз десеңіз, Қазақстанның 13 қаласына ашық аспан режимі енгізілген. Сондай-ақ 80 мемлекеттің азаматына визасыз кіруге рұқсат берілді. Қара-Қытай қаптаса деп қытайлықтардан қауіп көретін қазақстандықтар үшін бұл шешімнің теріс болғаны анық, ал елге келер экономикалық пайда туралы сөз айту әлі ерте. Бұдан бөлек Қытайға қарай Аягөз бағыты темір жолын іске қосу жоспарланған. Достық Мойынты арасындағы темір жолға күрделі жөндеу жүргізілмек. Темір жол арқылы жыл сайын 20 миллион тоннаға дейін жүк тасымалдауға мүмкіндік туады. Осы аптада баспасөз бетінде мәжіліс депутаты Жигули Дайрабаевтың ұлдары 60 жастағы азаматты құлдықта ұстаған деген дерек пайда болды. Адам құқықтары және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның баспасөз мәслихатында 60 жастағы ер адам Дидар Молдақалық пен Марат Дайрабаевтың тұтқыны болғанын мәлімдеген. Жәбір көрген азамат депутаттың балаларына 30 мың теңгеге жұмыс істегенін, Дайрабаевтың ұлдары оны ұрып соғып, кетуге мұрша бермегенін жайып салды. Депутат Жигули Дайрабаев мұндайда қарап отырмады. Ақпаратқа жеке түсініктеме беріп, Василий Кавешниковпен таныс емес екенін айтты.
Депутат атанғалы басы даудан арылмаған Дайрабаев адвокаттар арқылы ар намысы мен қадір қасиетін қорғау үшін сот органдарына жүгінуге ниетті екенін жеткізді. Дайрабаев бұл әрекеттер өзінің беделіне нұқсан келтіру үшін жасалған тапсырыс болуы мүмкін екенін де жасырмады. Бірақ 60 жастағы азаматтың ел алдына айғай салуы, құлдықта болғанын айтуы кімге керек? Журналистер Дайрабаевтан депутаттық мандатыңызды тапсырғыңыз келмей ме деп те сұрап көрді. Депутат тілші сұрағына маған ондай сұрақ қоймаңыздар, ұят болады деп қысқа қайырған. Құрметті көрермен, осымен Қазақ Ордасы YouTube арнасының осы аптадағы айшықты ақпараттары тәмам. Арнаға жазылыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар, осы бейне жазбаны таратыңыздар. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққанша ағайын.